Қайырлы күн, достар. Бүгін сүзбелі сыр мен қатпарлы қамырдан десерт дайындайтын боламыз. Әуелі қатпарлы қамырды алып, оқтаумен жұқалап жайып аламыз. Стаканды төңкеріп, дөңгелектеп бөліктерге бөліп шығамыз. Дөңгелек қамырдың жарты бөлігінің ортасын тағы да кішкене бөліктерге бөліп, жарты дөңгелектелген қамырдың үстіне қойып шығамыз. Ортасын вилкамен тесеміз. Бетіне жұмыртқаның сары көзін жағып, духовкада 20 минутта 180 градуста пісіріп аламыз. Осы кезде 400 грамдай сүзбені алып, қант ұнтағын, ваниль ұнтағын қосамыз. Оның үстінен 50 грамдай сары май саламыз. Блендермен барлығын масса болғанша араластырамыз. Дайын болған массаны арнайы қалтаға салып, ұшын кесіп, піскен қатпарлы печеньенің бетіне жағып шығамыз. Міне, достар, өте керемет, дәмді сүзбелі сыр мен қатпарлы қамырдан десерт дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма жазылып лайк қоюды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.